Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Бөлім «Құпия кеңес». Сабағымыздың мақсаты шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Балалар, қалай ойлайсыздар? Қожаның әдепті жолға түсуіне не себепкер болуы мүмкін? Мына ұяшықтарды толтырайық. Менің ойымша, қожаның әдепті жолға түсуіне себепкер болған адам анасының аяғандығы ма деп ойлаймын. Себебі қожа әкесіз өсті, анасы мен әжесінің тәрбиесінде болды. Оның ыстық суығына төзген анасына қожаның жаны ашыды деп ойлаймын. Анасын қожамен бірге бірнеше рет мектепке шақырылуы, педсоветке түсуі, бұның барлығы қожаға әсер етті деп ойлаймын. Мүмкін Сайбек қарттың әңгімесі де себепкер болуы мүмкін. Себебі Сайбек қарт қожаның әкесі Қадыр туралы көптеген өзінің естеліктерімен бөліскен болатын. Мүмкін Майқанованың петкеңестен шығып бара жатып айтқан сөзі болар. Түбінде адам болатын бала деген. Ол да болуы мүмкін. Қанша Майқанованы өзіне жау санаса да, осы сөзі қожаға қатты әсер еткен болатын, естеріңде болса балалар. Мүмкін әдепті жолға түсуіне Жанарға деген сезімі де болуы мүмкін. Өйткені ол Жанарды өте қатты жақсы көрді. Жанарға арнап өлеңде шығарды. Ал сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Құпия кеңес. Бұл қандай оқиға? Бұл оқиға қалай аяқталуы мүмкін? Қанекей балалар, бейнефильмнен қожаның өзін-өзі жиналысқа салып отырған тұсынан үзіндіні тамашалайық және берілген бөліммен танысайық. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу-ақ. Тәртіпті оқушы болу үшін қожаның не істеуі керек? Ал, сөйле, Батыр. Тұр! Отыр. Кіммен сөйлесіп отырсың? Бөгет жасамай тұра тұр әже. Жабық кеңес өткізіп отырмын. Жасаған. Өзіңмен өзің не сөйлесіп отырсың? Не қылған адамсыз әже? Мен кеңес өткізіп отырмын. Өте маңызды мәселе. Сіздің қатынасыңызға болмайды ғой, құпия. Бірдеңеден шошыдың ба әлде? Айтшы жарығым. Бісміллә деші. Бісміллә. Аяғасына не болды қарашығым? Айтшы жарығым. Не болды деймін. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қой де. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қой болсашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кеші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Бітті. Арманға жетелі. Міне оқушылар, сіздер «Менің атым Қожа» повесінің соңғы бөлімі құпия кеңес бөлімімен танысып шықтық, үзіндіні тамашаладық. Енді мына берілген сұрақтарға жауап берейік. Қожаның құпия кеңес ашып, түзу жолға түсемін деп, өзіне өзі серт беруі оның қандай бала екендігін көрсетеді? Құпия кеңес өткізудің қаншалықты маңызы бар деп ойлайсың? Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Жарайсыздар балалар. Сұраққа жақсы жауап берді деген ойдамын. Енді
5 минуттық эссе жұмысын жазайық. Қалай ойлайсыңдар? Қожа түбі адам болды ма? Осы сұраққа өз ойларыңызбен шағын 5 минуттық эссе жазып жіберейік. Сабағымыз да аяқталды. Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпаратыңыз қандай? Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті. Бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекет. Өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Үйге тапсырма. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесіне өзің қандай өзгерістер енгізер едің? Яғни бұл жерде балалар сыни хабарлама жазамыз. Бердібек Соқпақбаев орнында болсам, не істер едім? Егер автордың орнында болса, шығарманы сіздер қалай аяқтап, қай тұсын өзгертетіндеріңіз туралы сыни хабарлама жазасыздар. Сау болыңыздар балалар. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.